Бәріңе сәлем, менің бүгінгі блогыма қош келдіңіздер. Бүгін осылай үй жинап, барлығын реттестірдім. Негізі күніге таңертең осылай үйлерді реттестіріп шығамын. Бір-бір реттестіремін, содан кейін барып далаға шығып, даладағы қалған жұмыстарымды жасаймын. Кешкісін бір реттестіремін, кешкісінен азанға дейін білмеймін кім шашып кететін, дәл осылай болып тұрады. Осы заттарды орын-орнына қойып жинастырамын. Менің үйімде әлі палас, ешнәрсе төселген жоқ, бірақ жудыртып әкеліп қойдым. Енді сол паластарды жөндеу үшін гантельдерді барлығын сүртіп, тазалап, эмульсиялап, содан кейін барып саламын деп шештім. Енді оған эмульсия күтіп отырмын. Бұйырса қазалыға барған кезде эмульсия алып, үйлерімді бір-бір кірлеген жерлерін эмульсиялап алам. Одан кейін паластарын төсеп, жаймен үйімді қалпына келтіретін боламын. Әлі палас болмағасын қаңырап тұрған сияқты болып көрініп тұр. Мына жерде мен душовойымды жөндейін деп жатырмын. Негізі душовойға ремонт керек. Биыл тек ванна қоямыз деп шештік. Өйткені мен босануыма байланысты мына жердегі барлығы сарғайып түсіп жатыр. Сондықтан да мен бұған ванна қоямыз деп шештік. Негізі біз ауылда тұрғандықтан от жағамыз, пеш, яғни ағаш жағамыз, көмір жағамыз. Сондықтан да осылай пешіміз көтеріліп кетеді. Бұл краска болғандықтан асты цемент, сондықтан көтеріліп кеткен, 4 жылдан бері жасалынбаған. Солай барлығын қырып тастадым. Енді жаңадан дәл осылай қылып қайтадан жасаймыз, бірақ мына жағына ванна қоятын боламыз. Жоғарыдағы су ағызатыннан су ағып тұрғаннан кейін тамшылап ағып тұр. Мына жердің бәрі су болған, кеппей жатыр. Міндетті түрде кептіріп, содан кейін барып кафельдеу керек. Осылай қырып болдым. Мына жер енді алынбайды ары қарай. Ал мына жақтан мына жердің барлығына су кеткен, сол себептен қырып тастадым осылай. Енді мына жердің бәрін жинау керек. Барлығын болдым. Енді қалғаны күйеуімнің жұмысы. Менің каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосасыздар деген ойдамын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.